Өскеменде мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері арасында республикалық спартакиаданың іріктеу кезеңі өтті. Елдің 5 өңірінен келген командалар спорт алаңында өзара бақ сынасып, келесі кезеңге жолдама үшін барын салды. Спорттық шараға Шығыс Қазақстан облысы, Абай және Ұлытау облыстары, сондай-ақ Қарағанды мен Павлодар облыстарының командалары қатысты. Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері волейбол, шағын футбол, үстел теннисі, шахмат және киберспорт түрлерінен сайысқа түсті. Қарағандыдан 30-40 шақты адамдай келдік. Бүкіл спорт түрінен жеңіске жетеміз деген үміттемін, деген ойдам. Настрой өте жақсы. Былтырғы жарыс Қарағанды облысында өткендіктен біз кішкене соңғы орындарда бітірдік. Сондықтан бізге қатты жаттығу керек болды. Мықтылап дайындалдық. Ұйымдастырушылардың айтуынша спорттық жарыстың басты мақсаты үздік командаларды анықтау ғана емес, сонымен қатар еліміздің әр өңірінен келген әріптестер арасындағы кәсіби байланысты нығайту. Мемлекеттік кірістер комитетінің басшылығының қолдауымен, сол кісілердің бастауымен биыл 3-ші жыл осындай қатарынан кірістер комитетінің арасында республикалық спартакиада өтіп жатыр. Сондықтан барлық келген облыстарға сәттілік тілейміз. Бұл енді ең біріншіден спорт жаны саудың тәні сау дейді. Сондықтан спорт деген барлығымызды ең біріншіден татуластырады. Барлық облысаралық өзіміздің әріптестерімізбен жақсы қарым-қатынаста, ары қарай жұмыста да өзімізге бір-бірімізге сондай ілтипат білдіріп, бір-бірімізге татулығымыз ары қарай аса береді деп ойлаймыз. Жарыс қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан облысының командасы волейбол мен үстел теннисінен жеңімпаз атанды. Шағын футболдан Абай облысының өкілдері үздік нәтиже көрсетті. Ал шахмат турнирінде Қарағанды облысының командасы жеңіске жетті. Сонымен қатар спартакиада аясында жекелеген номинациялар бойынша үздік спортшылар анықталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубоктармен, медальдармен және құрмет грамоталармен марапатталды. Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік кірістер департаментінің волейбол командасы бойынша бірінші орын алдық. Өте қуаныштымыз. Осындай шаралар жүргізе берсін. Келешекте басшылыққа көп рахмет. Өстіп ұйымдастырғанына бәрі жақсы болды. Мұндай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын табады деген сенім бар. Бекарыс Екен, Дильназ Мурзагалиева, Мақсат Нығыметов, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.